Құдағаш ауылдық кітапханасының кітапханашысы Нұрмағамбетова Бақытжанқызы. Қазақтың әйгілі жазушысы, қоғам қайраткері, Қазақстан ғылым академиясының академигі Сәбит Мұқановтың шығармашылық жолына арналады. Сәбит Мұқанов 1900 жылы 26 сәуірде қазіргі солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданындағы Жаманшұбар ауылындағы кедей семьяда өмірге келеді. 7 жасқа толғанда әкесінен, 8 жасында анасынан айырылған Сәбит ағасы Мұстафаның қолында болады. Жетімдіктің тауқыметін көп көрген Сәбит еңбекке ерте араласады. 10 жасынан бастап байлардың босағасында жүріп күн кешеді. Қойын бағады, отын суын тасиды, жылқышы болады. Жошлықтың көзін аша алмай жүріп, мұқтаждықтан қолын байлап оқи да алмайды. Өз бетінше оқу білімге ұмтылып, ауыл молдасынан хат таниды. 14-15 жасынан бастап жыр толғауларды, қиса дастандарды жаттап үйренеді. Абай Құнанбайұлының 1909 жылы басылып шыққан өлеңдер жинағымен танысып, Абайдай ақын болуды армандайды. Абайдың поэзиясы Сәбит Мұқановтың ақындық талантына зор үлес қосады. Сәбит Мұқанов қазақ әдебиетінің барлық жанрында өнімді еңбек етті. Жазушы қаламынан туған әдеби мұра көп жанрлы, мол көлемді, идеялық, эстетикалық мәні жоғары әрі құнды. Сәбит Мұқановтың алғашқы өлеңдері мен поэмалары, мақалалары мен әңгімелері 1917 жылдан бастап басып шығады. 1924 жылы өлеңдер мен мақалалардан және аударма шығармалардан тұратын Совет үкіметі һәм қазақ әйелі тұңғыш кітапшасы шығады. 20 жасынан поэма жаза бастады. 1928 жылы Слушаш дастаны шықты. Слушаш дастанында ғашықтық, махаббат мәселесін көтере отырып, әлеуметтік мәні зор түйіндерді толғады. Поэманың басты кейіпкерлері Слушаш пен Алтай екі түрлі әлеуметтік ортадан шыққан. Олар бір-біріне ғашық болады, бірақ қоғамдық салт-сана тәртібі екеуінің қосылуына жол бермейді. Слушаш байдың қызы болса да, оның кедейлігін мін санамай, оның адамгершілік қасиетін бағалайды. Армандарына жету жолында жастар көп қиындық көрді. Озбырлардан қаншама қысым көрсе де, олар өз сезімдер жолында бастарын тәуекелге байлады. Әлеуметтік теңсіздіктеріне қарамай, бірін-бірі ұнатып, махаббаттарына берік болған екі жастың бақыты баянды болмай, екеуі де қашып жүріп мерт болғаны қандай өкінішті. Мұның өзі Сәбит Мұқановтың өз өміріне тым қатты ұқсайды. Сәбит сіңірі шыққан кедей отбасынан шығып, өзінің еңбекқорлығының арқасында биіктерден көрініп, тарихта аты қалған Сәбитке айналады. Ал Слушаштың поэмалары прототипі әйелі Мариям. Мариям Мұқанова менің Сәбитім, сағынышым Сәбитім естеліктерінде былай дейді. Мен 16 жасында Сәбитке тұрмысқа шықтым. Сәбит екеуміз 47 жыл өмір сүрдік. Сәбиттің жиі айтар сөзі шашынан айналайын Мариям болушы еді. Расында да шашын ұзын болатын. Екі шешем, туған анам мен әжем шашымды қымызбен жуып мәпелейтін. Осыны білген Сәбит, бір үйдің ерке тотайы едің, қайдан білейін, күте алып жүрсің бе, жоқ па шашынды дейді. Байқаймын, мені жасынады, жайы болмай жүрме деп ойлайды екен ғой. Содан бір күні Мариям деп шақырып алып, түйілі шашымды тарқаттырды, өргізді. Жаңа көргендей үңіліп, әр қырынан қарайды. Жас кезім қатты қысыламын, бірақ ештеңе демеймін. Сол кезде Мариям апайдың шашына қарап отырып, жазушы Слушаш поэмасын суреттеген екен.